Әжені полный қаратып, тамақ ішуге шықтық, дальше Сахараға келдік. Әже, полный сені бүгін қарадығы, анализ тапсырдық. Енді анализдерді күтеміз. Біз эндокринологқа көріндік бірінші. Ол кісі енді пока точно ештеңе айтқан жоқ. Зобын УЗИға түсірдік, сосын көзін көрсеттік әженің. Көзі мутный болып. Айтпесе сіз негізі әже күшті көресіз, бағана кейбір жазулардың бәрін айтып жаттыңыз ғой, нормально. Енді көзге бірақ операция керек, көзге әжеге операция керек. Зобын тоже операция керек деген, бірақ әже уже 78 жаста қорқады ол операцияға. Әже ұйқысы тынышталса жақсы болар еді, түнде жақсылап ұйықтай алса, болды ғой, басқа проблема жоқ. Проблема жоқ. Кальян шегіз бәші Кальян шекпейсіз бе әже? Кальян. Өміріңізде бір рет болсын кальян желаете деп кеп тұр ғой. 78-ге бір кальян көріп жүрмейсіз бе әже? Қой, ят болар, Не айтам, сіз жаттығу жасағансыз көрсету керек. Қаншама 78-дегі апалардың бәріне мотивация боласыз, білесіз бе әже? Мен айтатын, көрсету керек сіздің азанда зәрін. Әже айтады, 78 жаста әже өзі тұрады, өзі жатып, өзі тамағын өзі істеп ішіп, бәрін өзі істейді. Енді оның бәріне әже өзі пысық қой, баяғыдан жыбырлап қалған, жатпайды әженің өзі де. Зарядкасы әже айтады, ма сен тұрмай қоясың ғой дейді, әже оятады мен азанда, тұрмайсың ғой сен. Еще әже намаз оқитын бізде. Қанша жыл болды әже намаз оқымай кеткеніңізге? Осы таразға көшкен оқи 2 жыл болып қалды. 2 жыл болып қалды ма оқи алмай қалғаныңызға? Оған Құран кітабында оқимын. Салауаттарында айтамын. Сүрелерінде айтамын. Әже көзі ауырып бастағаннан кейін уже Құран кітапты оқи алмай қалғанға, әйтпесе күнде 1 сағаттан оқитын болған сіз, кәдімгідей. Әже намаз оқитын, соның кішкене енді ауырғаннан бастап қиын болып кетті ғой. Әже бірінші пицца жеп көріп отыр. Қалай екен әже? Бірінші пицца жеп отыр. Әже куриный суп. Мен осындай паста алдым. Ау? Наксілер, сен көбірек жедің. Енді сіздер пиццаны жеп бересіздер ғой. Бұлар пицца жеп отыр. Ана кісі білмеймін, өзімен өзі қиялдап отыр. Ас болсын әже. Осындай. Қайырлы кеш, қалайсыздар? Көп адам сұрады, ерке шашымның состояниясы қандай, иісіп тұрады ма деген сияқты. Менің шашымды негізі вообще Dyson ұстамайтын. Қазір, например, 2 күн жуылмаған шашқа, короче, андай, когда бюро алып тұрған кезде шаш майланбайды екен. Сосын осылай Dysonмен енді үйреніп жатырмын, әлі осылай көрсетедім, прям осындай объеммен. Осындай шаш шықты, вообще круто. Менікінде, например, бюролап жатқан кезде түсіп жататын, ал мынау енді көреміз енді.